Махмұт ағай мындай мекен? Махмұт ағай мында ма? Я, мен ғой. Сен ба жаңадан келген, бергел. Я. Ой, бұл сен нормальный формаң қайды, мен саған алып айттым ғой, ұста көк формалы келдім. Ертең келесің, көк формалы кел, жасыл форма кимейді. Так, сразу разминкадан бастаймыз. 150 отжимания. Давай, баста. Мына көттің түсір. Арқаң түсір нормально. Я, сен не жаса? Көттен түсір сен. Тұршы бол, мен мына қолың бәрі. Жарайды. Енді мына жерде 10 раз приседание жасайсыз, хотя бы. Мә, новый допты аш. Мынау доп точно новый ма? Новый ғой, қарасаш, міне жылтырап тұр ғой, жылтырап. Мә, ал енді, неме доптан қорқасың ба? Давай, кел. Не мынау енді? Деген, қыз сияқтысың ба, не білесің сен өзі? Нормально. Былай берсеше. Чөл табай. Қатты мемесеш? Ағай, сіз өзіңіз ойна алмайсыз ғой? Нормальный тренер болған соң мен Авитаға жазды емес па? Давай, бұлшы. Давай. Дұрыстап бермейсің бе? Ой. Мынау да бірдеңе қапты ғой. Сенің атың кім? Сағадат. Сағадат барды, үлкен сушынақ алып келші бар. Тез бол! Қазір кездері балалар спортпен айналыспай ма? Вообще түк істей алмайды ғой. Вот біздің кезімізде бар ғой, апайлардан, ағайлардан қорқатын ғой, даже спортпен заниматься етеді. Ал неме дақылы қыз сияқты тырнағын өсіріп алатын ғой? Боше! Не мұны тобалдай? Ой, кішкентай ағыға кемеді ма? Қай ақшаны алдың, бар ма сенде ақша? Бар. Болыпты онда, жұқынба. Берге. Маған беріп. Нормально берсен үші хотя бы. Мен спецпін ғой. Ағай, вы вообще не имеете права ругаться и потом еще и что-то делать со мной. Тінің өз қапты ғой, Бергелі, дракаға шығарсың ба? Бала, тұр! Тұрсат, бала, тұр! Ё-мо-мо, баланың көйір қамане көзі. Тұр, бала, тұр! Тұр болды, тұр! Директорге айттым. Бармайсың шыққайда, бармайсың. Жоқ, қалдың емес па? Бүйтіп түстің ғой, қара. Чам түстің ғой. Топқа жүгірем деп. Өтікті айтпанысы, мен бәрін көрдім көзім. Бармайсың. Бергел, бармайсың шыққайда. Мен кеттім. Бармайсың. Ё-майо, мен тағы да бір балам көзім құрттым ғой. Мен точно жұмыстан шығарады ғой. Махмұт ағай, сіз не білдірдіңіз? Ана баланың ата-анасы бізге жауап жасап кеп тұр ғой. Мен ештеңке білдірген жоқпын, құдай ақы. Ештеңке білдірген жоқпын мен, ол бала өзі құлап қалды. Сабақтан өзі кешіп келді өзі баланы. Жарайды, оқушының өзінен сұрақ. Ал Сағадат, Махмұт ағай не істеді саған? Джоди, директор апай, ол бұл, өтінші маған өшекті әткен жетті. Жапшы. Махмұт ағам сөйтті ма?
Махмұт аға, сіз уж бұл жұмыстан шығасыз. Қанша баланың көзін көгертіп қаженсіңдер жүрсіз сіз. Болды, есік ашық барып шығып кеттіңіз. Сіз үшін есік ашық. Сіздің кесіріңізден мен сізден жауап бермеймін. Жұмыстан шықтыңыз. Бұдан бұлай мектептің табалдырығын аттамаңыз. Екен, балалардың сүбелек қып тәрбиелеріңдер. Менсіз балаларың мынандай болмайды, мынандай качоктар болмайды. Құтындарға керек емес сендердің жұмыстарыңа. Негізі бар ғой, ана ағай дұрыс айтқан. Қазіргі балалардың тілін табу өте қиын. Осы бетпен кет қалған ғой. Сағадат, сен де тыныш жүр. Жап-жақсы мұғалімді сені ата-анаң арыз жазбау үшін жұмыстан бекер шығарып тастадық. Ал енді достар, осы видеоны лайк басып, подписка істеп, және де комментарий жазып кетіңіздер. Енді осы видео ретке шықса, тікелей эфирге кіріп, ойын ойнататын боламыз. Келесі видеоға шейін сау болыңыздар.